Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қатты жылдамдықпен келе жатқан Lexus 5 жасөспірімді қағып кетті. Бұл оқиға Алматы Шелек Қорғаш жолындағы Арман ауылының маңында болған. Рөлде 28 жастағы жүргізуші отырған. Зардап шеккен жасөспірім ауруханаға жеткізілді. Олар жолда белгіленген жерден кесіп өтпек болған дейді полиция офицерлері. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 5 жасар қыздың қоқыстан басы мен денесі табылды. Анасы тың деректерді бөлісті. Жетісу облысының Сарқан ауданында қоқыстан басы мен денесі бөлек табылған 5 жастағы қыздың анасы мен нағашы ағасы сот алдында жауап берді. Олар бүлдіршіннің өлтірмегендерін, бала сырқаттан қайтыс болғанын мәлімдеді. Ал жасамаған қылмыстарын полицейдің қысымынан кейін мойындағанын айтады. Бұл туралы Информбрю бағдарламасында хабарланды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.